Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы графиктер. 84-ші сабақ. Сен графиктің не екенін білесің. Бірінші тапсырмаға қарайық. Биылғы жылғы картоптың түсімділігі 200 центнер гектар, ал былтыр 150 центнер гектар болған. Егер картоп отырғызуға бөлінген жердің ауданы 10 гектардан өзгермеген болса, шаруа қожалығында биылғы жылы қанша картоп артық жиналды? Олай болса берілген жазайық. Биылғы жылғы картоптың түсімділігі 200 центнер гектар дейді. Былтырғы жылыныкі 150 центнер гектар, С 10 гектар және биылғы жылғы картоптың алдыңғы жылғы картоптан қанша артық жиналғанын табуымыз керек екен. М1-ді табу үшін М1-ге С-ті көбейтеміз, 200-ге 10-ды көбейтеміз, 200 центнер. Яғни биыл 200 центнер картоп жиналған екен. Енді қанша артық екенін білу үшін алдымен былтырғыны табуымыз керек. Былтырғыны табу үшін 150-ді 10-ға көбейтеміз, 1,5 центнер. Биылғыдан былтырғы түскен өнімділікті азайтамыз, яғни 2000-нан 1500-ді азайтамыз, 500 центнер. Сонда шаруа қожалығында биылғы жылы 500 центнер картоп артық жиналған екен. Екінші тапсырмаға қарайық, есепті шығар. Бір фермерде картоптың түсімділігі 160 центнер гектар, ал екіншісінде 80 центнер гектар болды. Егер олар картопты бірдей мөлшерде 320 тоннадан алған болса, онда фермерлердің әрқайсысы қандай ауданға картоп еккен? Берілген жазамыз. Бұл жерде түсімділік белгілі. Егер екеуі де 320 тоннадан алған болса дейді, яғни бұл жерде тоннаны центнерге айналдырып аламыз. 320 тоннамыз 3200 центнер. Бірінші фермердің қандай ауданға картоп екенін табу үшін 3200-ді 160-қа бөлеміз, 20 гектар. Екіншісін табу үшін 3200-ді 80-ге бөлеміз, 40 гектар. Жауабы: бірінші фермер картопты 20 гектарға, екінші фермер 40 гектар ауданға еккен. Есіңде сақта, график қандай да бір шаманың басқаға тәуелділігін көрнекі бейнелеу үшін қолданылатын сызба. График кейбір есептерді шығарудың ыңғайлы тәсілі. Күнделікті өмірде сен пойыздың қозғалыс графигін, ауа температурасының өзгеру графигін және басқа көптеген графиктерді кездестіріп жүрсің. Енді әрі қарай түсіну үшін үшінші тапсырманы орында. Фермер өзінің егістігін велосипедпен аралады. Графиктегі көлденең ось сәуле бойынша қозғалыс уақыты, ал тік ось бойынша жүріп өткен жолы, яғни ара қашықтығы көрсетілген. 1 сағат ішінде жүрген жолы нүктемен белгіленген, 2-3-4 сағатта жүрген жолын нүктемен белгілеп, алынған барлық нүктелерді бір-біріне қос, шыққан сәуле қозғалыс графигі болады. Бұл жерде ара қашықтық S1 20 км, 20 км болғанда 1 сағат, S2 40 км болғанда 2 сағат, және 4 сағатта, 3 сағатта қанша километр болғанын табуымыз керек. Табу үшін бірінші жылдамдықты табамыз. Жылдамдықты табу үшін S1-ді T1-ге бөлеміз. 20-ны 1-ге бөлеміз, 20 км сағат. S3-ті табу үшін жылдамдықты T3-ге көбейтеміз. 20 мен 3-тің көбейтіндісі 60 км-ге тең. Одан кейін S4-ті табамыз. S4-ті табу үшін жылдамдықты T4-ге көбейтеміз. 20-ны 4-ге көбейтеміз, 80 км. Енді осыны графикте бейнелеп көрсетсек болады ары қарай. 3 сағатта 60 км, 4 сағатта 80 км ара қашықтықта қозғалды екен. 3-тің әсіне қарайық. Графикке қара. Фермер таңғы сағат 8:00-ден 10:30-ға дейін нысандарды аралады. Бұл графиктен біз қандай ақпарат ала аламыз? Графиктен қараймыз. Бірінші, сағат 8-де фермадан шықты фермер. Одан кейін сағат 8:30-да 30 км жерге барып тоқтады. Ол бізде бидай егістігін көрсетіп тұр. Одан кейін 60 км жерге барды. Фермер сағат 9:30-да базарға барған екен. Одан кейін 100 км жерге тоқтады, яғни сағат 10:30-да картоп егілген жерге келді. Енді осы графиктегі мәліметтерді кестеге толтырайық. Уақыт 8:30-да 30 км ара қашықтықта болды, 9-да 50 км, 9:30-да 65 км, 10-да 85 км,
10:30-да 100 км арақашықтықта болды. Енді төртінші тапсырмаға қарайық. Фермер жинаған өнім өткізіп, келесі жылы егетін егін үшін барлық қажетті заттарды сатып алды. Қалған ақшаға киім сатып алмақшы болды. Маусымдық жеңілдіктер кезінде барлық тауарлар өзінің бастапқы бағасының 1/3 бөлігіне тең бағаға арзандайды. Тауарлардың жаңа бағасын анықта. Егер фермер киімге 50 мың теңге қалдырған болса, осы ақшаға қандай киімдер сатып алуға болады? Фермер киім сатып алу үшін 50 мың теңге қалдырды. Енді әрбір заттың бағасын білу үшін 23.832-ні алдымен 3-ке бөлеміз. 7.944, одан кейін 23.832-ден 7.944-ті азайтамыз. 15.888 теңге. Екінші, 33.696-ны 3-ке бөлеміз. 11.232 теңге. Одан кейін 33.696-дан 11.232-ні азайтамыз. 22.464 теңге. 13.944-ті 3-ке бөлеміз. 4.648 теңге. 13.944-тен 4.648-ді азайтамыз. 9.296 теңге. Одан кейін 12.810-ды 3-ке бөлеміз. 4.270. 12.810-нан 4.270-ді азайтамыз. 8.540 теңге. Енді 50 мыңнан алдымен 15.888-ді, одан 22.464-ді, одан кейін 9.296-ны азайтамыз. 2.352 теңге қалады. Етіктің жаңа бағасы 15.888 теңге екен. Күртенің жаңа бағасы 22.464 теңге. Костюмның жаңа бағасы 9.296 теңге. Кроссовканың жаңа бағасы 8.540 теңге. Фермер 50 мың теңгеге етік, күрте, костюм сатып ала алады. Енді арғарай 5-ші тапсырмаға қарайық. Фигураның боялған бөлігінің ауданын тап. Оны әртүрлі тәсілдермен орындауға болама. Әртүрлі тәсілмен табуға болады. Бірінші тәсіл, алдымен толық фигураның ауданын тауып алып, одан бос жердің ауданын алып тастаймыз. Қиылып алынған фигураның ауданын алып тастаймыз. Яғни 6 мен 4-тің көбейтіндісінен азайтамыз. 1 мен 2-нің көбейтіндісін 22 метр квадрат. Ал екінші тәсіл, екі фигураның ауданын бөлек-бөлек тауып алып, бір-біріне қоссақ болады. 6-ға көбейтеміз, 4 пен 2-нің айырмасына қосамыз. 6 мен 1-дің айырмасын көбейтеміз 2-ні. 22 метр квадрат. Фигураның боялған бөлігінің ауданы 22 метр квадрат екен. Ары қарай 6-шы тапсырмаға қарайық. Балабақша үшін килограммы 230 теңге тұратын 30 килограмм қант және килограммы 1800 теңге тұратын бірнеше килограмм сары май сатып алынды. Барлық сатып алынған затқа 33.900 теңге төленді. Неше килограмм сары май сатып алынды? Есептің шешуін өрнек түрінде жаз дейді. Бұл жерде алдымен 230-ды 30-ға көбейтеміз. Одан кейін 33.900-ден азайтамыз. Шыққан санды 1800-ге бөлеміз. Сонда 15 килограмм қалады. 15 килограмм сары май сатып алынған екен. Есептің әсін қараймыз. Қоймаға 650 килограмм сәбіз әкелінді. Осы сәбіздің бір бөлігі әр қайсысы 7 килограммнан 21 тор қалтаға, енді бір бөлігі әр қайсысы 8 килограммнан 16 тор қалтаға салынды. Неше килограмм сәбіз тор қалтаға салынбай қалды? Есепті өрнек түрінде жазып көрейік. Әуел берілгенін жазамыз. Бұл жерде бірінші 7-ні 21-ге көбейту керек. 147 шығады. 8-ді 16-ға көбейтеміз, 128. Одан кейін екеуін қосамыз. 147 мен 128-дің қосынысы 275-ке тең. 650-ден 275-ті азайтамыз. 375. Барлығын бір өрнек түрінде жазатын болсақ, 650-ден азайтамыз. 71 мен 21-дің көбейтіндісіне қосылған 8 бен 16-ның көбейтіндісін. 375 килограмм. Жауабы 375 килограмм сәбіз тор қалтаға салынбай қалды. 7-ші тапсырмаға қарайық. Егер Әлия өрнекті амалдардың орындалу реті бойынша жазған болса, онда оның қандай өрнекті есептегенін тап. Бұл жерде 615 пен 415-дің көбейтіндісінен азайтамыз. 777 мен 11-дің бөлінісін деген өрнек шығады.
Жауабы 180.368. Екіншісінде жақшаның ішінде 560.731 мен 11.805-тің айырмасын бөлеміз 2-ге, қосамыз 136.856-ны. Өрнектің мәні 384.319-ға тең. 8-ші тапсырмаға қарайық. Жер учаскесіне 1 бөлігі құмнан, 2 бөлігі шымнан, 4 бөлігі қарашіріктен тұратын топырақ қоспасы әкелінді. Осындай 4 тонна топырақ қоспасының құрамында неше килограмм қарашірік бар? Жазамыз. Барлығы 7 тонна топырақ. Бұл жерде 1 бөлігі құм, 2 бөлігі шым, қарашірік белгісіз 4 бөлігі дейді. Барлық бөлікті табу үшін 1-ге 2-ні, оған 4-ті қосамыз, сонда барлығы 7 бөлік. Одан кейін 1 бөлікте қанша тонна екенін табу үшін 7 тоннаны 7-ге бөлеміз. 1 тонна. 7 тоннадан 1-ді, одан 2-ні азайтамыз, 4 тонна 400 килограмм. Жауабы 7 тонна топырақ қоспасының құрамында 400 килограмм қарашірік бар. 9-ші тапсырмаға қараймыз. Бір жер учаскесінде сәбіздің түсімділігі 28 тонна гектар, ал екіншісінде 35 тонна гектар. Егер әрбір жер учаскесінде сәбіз 15 гектар жерге егілген болса, онда әрбір жер учаскесінен қанша түсім жинаған? Бірінші жер телімін табу үшін 28-ді 15-ге көбейтеміз, 420 тонна. Екіншісін табу үшін 35-ті 15-ге көбейтеміз, 525 тонна. Жауабы бірінші жер телімінен 420 тонна, екінші жер телімінен 525 тонна түсім жинаған.